Сәлеметсіңдер ме, балалар? 2-ші сынып математика. 1-ші бөлім. 40-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жүздік, жүздіктермен санау, жүздіктерді қосу және азайту. Біз жаңа тақырыпты түсіндірмес бұрын, мен сендерге мына өткен сабақты еске түсіру мақсатында бір пысықтап кетейік. Бұл жерде көріп тұрғандарыңдай біз алдыңғы сабақтарда екі таңбалы сандарды қосу және азайту, баған түрінде қосу. Бұл жерде 57 мен 25 санын қосайық. Бағандап қосқанда ондықтардың астына ондықтарды, бірліктердің астына бірліктерді қосу жазуды ұмытпаймыз. 57 мен, яғни бірліктеріміз 7 және 5. 7-ге 5-ті қоссақ 12 шығады. 12 санын көріп тұрсыңдар. 7 мен 5, 12, оның бірлігі 2 бірліктің астына жазылады, бірі ойда сақталады. Яғни, енді ондықтарды қосайық. Ондығымыз 5 және 2. 5-ге 2-ні қоссақ 7, ойдағы 1-ді қоссақ 8. Яғни, 57 мен 25 санының қосындысының мәні 82-ге тең болады екен. Дәл осы схема бойынша мына жерге өзің жазып, мысал құрастырып көр. Ал енді балалар, бірінші мысал. Қалып қойған сандарды ата. А нұсқасы. Бір бірлігіміз тең 1-ге, 2 бірлігіміз 2-ге, 3 бірлігіміз 3-ге тең, 4 бірлігіміз 4-ге тең, 5 бірлігіміз 5-ге тең, 6 бірлігіміз 6-ға тең, 7 бірлігіміз 7-ге тең, 8 бірлігіміз 8-ге тең, 9 бірлігіміз 9-ға тең болады екен. Яғни бізде қалып қойған сандарымыз 3, 4, 5, 6, 7, 8 сандары қалып қойған екен. Біз оларды атап шықтық. Ән нұсқасына назар аудар. 10 бірлігіміз 1 ондық тең 10-ға тең. Енді қандай бірлік қалып қой? 10-нан кейін 20 бірлігіміз 2 ондық, яғни 20-ға тең. 30 бірлігіміз 3 ондық 30 саны. 40, бұл жердегіміз 40 бірлігіміз 4 ондық 40-ға тең. 50 бірлігіміз 5 ондық 50-ге тең. 60 бірлігіміз 6 ондық тең 60-ға тең. 70 бірлігіміз 7 ондық тең 70-ге. 80 бірлігіміз 8 ондық 80-ге тең. 90 бірлігіміз 90-ға тең екен балалар. Енді Б нұсқасына назар аударайық. 10 ондығымыз 1 жүздікке тең 100 санына тең. 90 ондығымыз 9 жүздік болады, тең 900 болады. В нұсқасы. 10 жүздігіміз 1 мыңдық болады, тең 1000-ға тең. Кез келген разрядтың әрбір 10 бірлігі одан жоғарғы разрядтың бір бірлігін құрайтын болады. Суреттерге қара, түймелерді сана, бір-бірден 10-ға дейін, ондықтармен 100-ге дейін, жүздіктермен 1000-ға дейін, бір түймені бір бірлік деп қабылдайық. Қане? Бір бірлік біреу, ондық нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ондығымыз бар екен. Жүздікте нешеу?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 жүздігіміз бар екен. Мыңдықтар қанша ол? 1 мыңдықтар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мыңдық бар екен. Мысалдарды түсіндіре отырып, есептің мәнін табайық. 20 қосу 30, 20-ға 30-ды қосамыз, 2 ондықты қосамыз, 2 ондық, 3 ондықты қосамыз. Бұл қалай? 2 ондық дегеніміз 20, 3 ондық дегеніміз 30. Сонда 2 ондыққа 3 ондық дегеніміз 20-ға 30-ды қоссақ 5 ондық, яғни 50. Әрі қарай дәл осылай шығарып көр. Амалдарды орында. Бұл амалдарды орындау сендерге өте оңай деп ойлаймын. 600 қосу 100. Ең бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішінен 600 бен 100-дің қосындысы 700. 700-ден 200 алсақ 500. Ең бұның оңай жолы балалары. 600 дегеніміз 6. 6-дан 1-ді қоса саламыз. 6-ға 1-ді қоссақ 7, нөлдерін жалғай саламыз. 7-ден 700 болады, е? Сол 700 шыққан саннан балалар 200 азайту үшін 7-ден 2-ні азайтамыз. 100-ден ғана азайта саламыз да, ондығы мен бірлігін артына қоя саламыз. Яғни нөлдерін қоя саламыз. 7-ден 2-ні азайтсақ 500. Яғни 500 болады екен. Әрі қарай дәл осылай өзің орындап көр. 5-ші мысал, салыстыр. Балалар, 34 ондық пен 43 ондықты салыстырайық. 34 ондық көп пе, әлде 43 ондық көп пе? Әрине, 43 ондық көп. 50 мен 90 салыстырайық. Әрине, 90 саны көп. Артық. Осы белгілерді қойып, әрі қарай өзің орында. Мәтіндерді салыстыр. Мынау 4 бұрыштың орнына, бос яшықтың орнына тиісті сандарды қойып, есепті шығар. Қазан айында кітапханадан 45 бала, ал қараша айында 44 бала кітап алды. Осы 2 айда барлығы неше кітап алды? Қане, бұл есепті сендерді өте оңай, тез шығарады деген ойдамын. Бізге белгісізі барлығы. Яғни біз барлығы табу үшін белгілі сандарды қосамыз. Яғни 45 пен 44 санының қосындысы қаншаға тең? Мәнін шығарып есептеп табамыз. Және есептің шартын, шешуін құрастырайық. Ал енді нұсқасы. Қазан және қараша айларында кітапханадан қанша балалар қанша кітап алды? Қазан айында 45 бала кітап алса, қараша айында неше бала кітап алды деп тұр балалар. Бізге енді жаңа 45 пен 44-тің қосындысы барлығы қанша кітап алған еді? Бос яшықтың орнына толтырайық. 5-ке 4 9, 89 еді. 89 бала кітап алған еді. Яғни, мына бос яшықтың орнына біз 89 санын қоямыз. Және қазан айында 45 бала кітап алса, қараша айында неше бала кітап алады? Бізге барлық 2 айда да алған кітап сандары белгілі. Ол дегеніміз 89. 89-дан 45 кітапты азайтсақ, қараша айында алған кітаптар саны белгілі болады. Яғни ол 44 кітап.
Енді балалар осы айтылғанның шартын, шешуін құрастырып, дәптеріңе көркем етіп жазып, мұғалімдеріңе тексертуді ұмытпаңдар. Амалдарды орында. Бұл балалар сендерге үй жұмысы. Ә нұсқасында өрнектерді салыстырамыз. Балалар, сендер барлық тапсырмаларды орындап болған соң, білімдеріңді әрі қарай өздерің шыңдау мақсатында мен сендерге қосымша тапсырма дайындап отырмын. Осы қосымша тапсырманың дәптерлеріңе жазып, тексертіп, мұғалімдерінен тиісті бағаларыңды алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.